Бердібек Соқпақбаев. Мен қалай үйлендім? Әркім өзінің қалай үйленгенін айтып жатты. Кезек бурылбас журналист Бегәділге келді. Соғыстан келген бетім, бойдақпын, деп бастады Бегәділ. Жастар газетінде тілші болып істеймін. Мезгіл август айының аяқ кезі. Алматы-Москва жүрдек пойызымен оңтүстіктің Ш дейтін станциясына келіп түсе қалдым. Ш ауданы мал өсіруден Қазақстан бойынша аты шығып дүрілдеп тұр. Озат малшылардың өмірінен очерк жазбақшымын. Бұрын мұнда болған емеспін. Бірінші рет келуім. Мезгіл кешкі уақыт. Күні бойы сіркіреп ақ жауын жауған. Қазірде басылмай бір күн күреп тұр. Ауа сыз, бұлыңғыр. Былайғы жердің миы шығып жатса керек. Ал станция басы асфальтталған, саз емес. Бірақ жаңбыр суы көлкіп шылқып жатыр. Галошымда жоқ еді. Судың молдау жерлерінен амалдап аяғымды өкшелей басам. Сол арадағы жұрттан сұрастырсам, аудан станциясы басында емес, бұдан 7 километр жерде екен. Оған қалай баруға болады деп едім, білегіне қызыл байлаған темір жолшы: "Ана кетіп бара жатқан жұртты көрдіңіз бе? Солардың соңынан ілессеңіз, сонау мұржасы көрінген үй асхана, соған барасыз. Сол жерде автобус тоқтайтын аялдама бар", деп жөн сілтеді. Әлгіге рахмет айттым да, шұбырып кетіп бара жатқан 10 шақты адамның соңынан ілесе жөнелдім. Жолдың батпағы ми болып жатыр. Галошсыз ботинкімнің мықтап сорлайтынын сезсем де, істерге амалым жоқ. Өзі оншалық жаңа да ботинк емес еді. Әуелі қорқыңқырап басып амалдап көрмек болдым. Бірақ бұдан ештеңе шығатын емес. Одан соң не болса да болды ғой деген оймен батылдана адымдап жүріп кеттім. Бір кезде алдымда кетіп бара жатқан жұрт иіріліп бөгеліп қалды. Сөйтсем, әлгі арада ені 2 метр, жағасы түйетайлы арық бар екен. Көпір ештеңесі жоқ. Жұрт амалдап секіріп жатыр. Қарттау бір адам арықтың ішіне тайып жығылып, үсті басын оңдырмай былғап алды. Мен жеткенге дейін арықтан өтіп болмаған бір ғана әйел қалды. Бір қолында саквояжы, екінші қолында қомақтылау сөмкесі бар. Қалай секіретінін білмей қиналып қорқыншақтап тұр. Үстінде плашы, аяғында кең қоныш ботыйы бар. "Қорықпаңыз, секіріңіз", дедім қасына келіп. Әйел маған жалт қарады. "Ой, секіре алатын емеспін, суға құлайтын шығармын". Әйел жап-жас келіншек екен. Тұлғасы сырт жағынан жуандау көрінгенге жасамыстау болар деп жобалап едім. Жоқ, өзім құралып тасты. "Олай болса мен сізге жәрдемдесіп жіберейін. Әуел нәрселеріңізді беріңіз", дедім. Әйел нәрселерін берді. Өзімнің титімдей ғана шамаданым бар. Тез ырғып арғы жағаға топ ете қалдым. Әйел сүйсінген дауыспен: "Ой, сіз елікше секіреді екенсіз", деді. Нәрселерді әрменірек шөптеуін бір жерге апарып қойдым да, қайтып келіп, әйелге қайыс белбеудің бір жағын ұсындым. "Мынадан мықтап ұстаңыз, айырылып қалып жүрмеңіз. Қане, секіріңіз". Әйел түйіліп батыл секірді. Мен де тез тартып пәрменімен жұлып әкеттім. Жерге түсіп үлгергенше қолтығынан шап беріп ұстап та алдым. Апауыр тығыз денесі менімен қауыша келіп дік ете қалды. "Ой, рахмет, көп жасаңыз. Сіз болмағанда мен секіре алмайтын едім. Ана жақтағы көпірді айналатын едім", деп әйел сөп-сүйкімді қоңыр даусымен маған алғыс айтып жатыр. Екеуміз қатарласа жүріп кеттік. Аянар түгім қалған жоқ. Ақаулы ботинкаларым шерін ішіп, жерін жеп тойып алған. Аяғым шылқ-шылқ, үстімде плаш емес, күздік пальто. Су сіңген сайын ауырлап барады.
Жұрт автобусқа жайғасып отырып алған екен. Кәдімгі кішкене автобус. Әйелге жол беріп алдымен кіргіздім. Арт жақтағы ұзынша орын бос. Әйел соған түкпірлей отырып жатып, «Отырыңыз», деп қасынан маған орын нұсқады. Шамның жарығынан әйелдің жүзін анықтап байқап алдым. Сергек пішінді, сүп-сүйкімді қара торы келіншек. Бетінің әр жерінде сия шашаған тәрізді ноқат-ноқат секпілі бар. Онысы өзіне бір түрлі жарасып тұратын тәрізді. Жөн сұрастық. «Осында тұрасыз ба?» «Осында тұрамын. Өзіңіз қайдан келесіз?» «Командировқа келе жатқан газет қызметкерімін», дедім. Деді. «Мұнда қонақ үйі бар ма?» «Бар». Біз аудан орталығына келгенде қасы қарайып та кетті. Қонақ үйдің қайда екенін келіншек маған түсіндіріп, нұсқап жіберді. Көшенің батпағы Толарсақтан келеді. Жауын сіркіреп қайта күшейді. Итім шығып әзер жеттім. 2 ғана бөлмелі шағын үй екен. Адам лық толы, көгала түтін. Өзіңіз көріп тұрсыз ғой, бірде-бір бос орын болса бұйырмасын. 10 адамдық қонақ үйде 15 адам жатыр. Аяқ басар жер жоқ, деген сөздермен қарсы алды күтуші әйел. Айтқанның бәрі рас. Әрі темекі түтінінен тұншығып өліп барам. Күні бойы купедегі 3 темекішінің ортасында қақалып, шашалып, әзер шыдап едім. Енді тіпті мына үйде бос орын болған күннің өзінде де төзе алатын емеспін. Қонақ үйдегі әйелден ауатком кеңсесінің қайда екенін сұрап алдым да тысқа шықтым. Сонда барып, өзімнің кім екенімді айтып, ауасы таза, жылы кабинеттердің бірінде диванның үстінде болса да түнеп шықсам, сол рахат болар деген ойға келдім. Жауын әлі басылмаған. Көше қараңғы. Үйлердің терезелерінен шам жарығы бозғылданып, әрең жылтырап көрінеді. Көшеде бірлі жарлым атты жаяулы адамдар ұшырасады. Солардан сұраңғыштап отырып, ауатком кеңсесі делінетін темір шатырлы ағаш үйге келдім. Есігін тартсам берік. Тарсылдатып ұрып едім, ешкім үн қатпады. Бұл тәрізді үлкен кеңсенің күзетшісі болмау мүмкін емес. Күзетші бір жаққа кеткен болар деген оймен биік басқыштың үстінде тосып тұрдым. Маңдайшаңның үстіңгі жағына шам орнатылғандықтан бұл ара жарық, әрі жауын тамбайтындай қалқима бірдеңесі бар. Аяқ су, үстімде су, өзімнен өзім жиреніп, берекем қашпақ тұр. Бар арманым ішке тезірек кіріп, шешініп, жан шақыру. Кенет үй бұрышының тасасынан біреудің келе жатқан аяқ дыбысы естілді. Күзетші осы болса игі деп қуанып қалдым. Сөйткенше болмады, бір әйел шыға келді. Тани кеттім. Әлгінде автобуста өзіммен бірге келіп түскен келіншек. Мені көріп, ол да іркіліп тоқтай қалды. Немене, қонақ үйді таба алмадыңыз ба? Жоқ, мен болдым онда. Қонақ үйінде орын жоқ екен. Иә, енді мұнда не қып тұрсыз? Кеңсеге түнеп шығайын десем, берік тұр. Ешкім дыбыс бермейді. Сірә күзетшісі бір жаққа шығып кетсе керек. Таныс ешкіміңіз жоқ па еді? Жоқ. Кеңсеге түнем дегеніңіз нелеу екен? Деп әйел менің түріме бастан аяқ қарап алды да, онда жүріңіз, біздікіне түнеп шығыңыз деді. Қамқорлығыңызға мың рахмет, дедім де әйелге ілесіп бердім. Ойымда ештеңе де жоқ. Семьялы, үйлі баранды адам болар. Менің түрімді көріп, аяп, қонақжайлық көрсетіп жатқан шығар деп ойладым. Әйелдің пиғылы шынында осы болу керек. Ол мені маңдайшасында Ш аудандық кітапхана деген жарнамасы бар бір үйге ертіп келді. Іргесі ашық веранданың қақ ортасына төбеге орнатылған жалғыз шам әрең жылтырап жанып тұр. Үйдің екі есігі бар екен.
Оның бірін сойылдай белбеу темірмен көлденең бастырып, шоқпардай қара қылып іліп қойған. Ол сірә кітапханаға кіретін есік болса керек. Ал екінші есіктің сыртына көкшіл күленгі қапталған. Әйел қалтасынан кілт алды да, осы есіктің ішкі құлыбын ашты. Әлгінде жолда келе жатып, әйелдің аты жөнін, қайда істейтінін сұрағам. Аты Нағима, кітапханада істейм деген. Япырау, бұл мұнда жалғыз тұра ма? Әйел кіріп, шырт еткізіп, шам жақты. Содан соң маған кіріңіз, деді. Кірдім. Айнадай жарқыраған сырлы еден, таза алаша. Батпақ болған ботинкаларымды сол арада шешіп қалдырдым. Пальтомды да шешіп іліп қойдым. Бұл өзі обаста үлкендеу бір ғана бөлме екен. Соның алдыңғы жағын жарым-жартылай бөліп, ықшамдап ауыз үй тәріздендіріп қойған. Кәне төрлетіңіз, жоғары шығыңыз деп Нағима бәйек болып жатыр. Төр жаққа өттім. Мүліктері жыпыны болғанымен тап-таза. 2 төсек және 1 диван тұр. Төсектің бірі баланыкі. Ортадағы дөңгелек столдың үстінде бірнеше газет, Огонёктың жаңа номері жатыр. Міне, Нағима да сырт киімін шешіп, іліп қойып, бері қарай келді. Көз тояттайтындай әп-әдемі тұлғасы бар. Мен кешірім өтіндім де, оның кіммен тұратынын сұрадым. Нағима күлімсіреп, өзім тұрамын, және қызым бар, деді. Ал жолдасыңыз? Жолдасым бөлек тұрады. Бұл сұрағым орынсыздау болды ма деп те ойлап қалдым. Өйткені Нағиманың жүзінен күйеуі туралы әңгімелеуді қаламайтындай салқын көлеңке байқалып қалды. Соңынан әңгімелесіп отырып білдім. Нағиманың 5-6-ға келіп қалған қызы осы маңдағы бір колхозда тұратын қарт әке-шешесі бар екен. Кеше бұлар қарттарға қонаққа барыпты да, қызы сонда қалыпты. Шай іштік. Шайдан кейін Нағима маған диванға жақсылап төсек салып берді де, шаршаған боларсыз, жатып дем алыңыз, деді. Өзі ыдыс-аяқ жиған боп, ауызғы кішкентай бөлмеге шығып кетті. Шайға тойынып, жылынып, есті жиып алғаннан кейін көңіл құрғыр қунаң етеді. Нағима өзі қайда жатар екен деймін. Мына менің қасымдағы төсегіме келіп жатуға тиіс. Басқа жататын жер жоқ. Тысқа шығып келдім де, теріс қарап жатып қалдым. Сыртта жауын басылып, аспан жарқырап шығып келеді екен. Тарап бара жатқан алашабыр бұлттың арасынан терезеге бірде жап-жарық болып, бірде күңгірттеніп, ай сәулесі түседі. Бір кезде Нағима да бері кірді, шамды өшірді. Ай жарығы түскендіктен үй іші ала көлеңке. Ұйықтамасам да ұйықтағандай болып, бірақ көзімді бақырайтып ашып жатырмын. Төсектің жұмсақ сеткасы сықырлап, құлағыма Нағиманың шешінген сыбысы келеді. Түйме ағытқаны, шұлық сыпырғаны бәрі түгел естіліп, оның әр қимылын көңіліммен көріп біліп жатырмын. Міне ол да жатып қалды. Мен жалпы жасымнан ұйқышыл адаммын. Төсекке басым тиісімен қор ете қалам. Ал енді көзім ілінсеңші. Ұйқым шайдай ашылды да кетті. Ойымда да, көзімнің алдында да Нағима. Әлгінде шай үстінде ептеп, қалжың қақпай айтып, тамырын басып көргендей болғам. Сыпайы қалжыңнан арыға аяқ аттар түр байқалмаған. Ал менің көңілімдегі елегізу немкеттілік емес. Өзіне кереметтей көңілім қолап, сондықтан да олар шешіліп ештеңеде айталған жоқпын. Әрқашанда солай ғой, біреуді шынайы ұнатып құштар болсаң, тілің күрмелетте қалады. Ал немкетті, осыған бір тиісіп көрейінші десең, сөзбен дөңгелетіп әкетесің. Енді міне сол әлгіндегі оралымсыздығыма күйініп, опық жегендей болып жатырмын. Ұнатқан адамына көңіл білдіру қашанда еркектің парызы. Онда тұрған не бар деймін өзіме өзім. Бірақ бір көрген адамға бірден айтып қалдым, бүйтіп қалдым деп жату тағы да жарасымсыз. Тым құрыса
бұрын бір-бірімізді білетін болсақ екен. Үйдің оңашалығынан өзінің әдепсіздік мінезін тежей алмаған адам тәрізденіп көрінуім де мүмкін ғой. Басыма осы тәрізді ойлар оралады. Бірталай уақыт өтті. Әлгінде тым-тырыс жатқан Нағима пыш-пыш етіп ұйқыға кетті. Қыбыр етпей жатудан менің жамбасым тала бастаған. Диванды сықырлатып алмас үшін барынша ептеп, ақырын ғана аунап, бетімді Нағима жаққа бұрдым. Терезеден қиғаштап түсіп тұрған ай сәулесінің тап осы кезде сүттей боп жарқырай қалмасы бар ма? Өзі тағы Нағиманың тура бетіне түсіп тұр. Ал енді Нағиманың қалай жатқанын айтып берейін. Басы маған қарай әнтек бұрылыңқырап шалқасынан жатыр. Бір бұрымы төсектен салбырай түсіп кеткен. Мен жақтағы қолының иығы мен білегі көрпенің шетінен топ-толық аппақ болып көрінеді. Ақ сесепке кигізілген қызыл көрпенің кеуде тұсы томпайып, оның тыныс алуына орай бір басылып, бір көтерілгендей болады. Мас адамша маужырап, әлгі айтқан ғажап көріністерге көзімнің алмасын сорғызып жата бердім. Нағима қыбыр етсе, көзімді тарс жұмып өле қалмақпын. Іштегі сезім асауаттай бұлқынып жүген салғызбайды. Ала қашып не орға, не жарға құлатпақ болады. Бірақ мен де табандап, қасарысып, тізгінді қолдан шығармайым. Осылай арпалыспен қалжырап ұйықтап кетіппін. Біреу ақырын иығымнан түртіп оятты. Сөйтсем, Нағима әлі күнде шықпаған, тым ерте уақыт. Ұйқыңызды бөлгеніме кешіріңіз. Осындай ел аяғы қозғалмай тұрып кеткеніңіз мақұл болар. Жұрт дегенді білесіз ғой. Мұнда қонып шыққаныңызды біреу кіріп білсе өсек қылады, деді. Тұрып киіндім де кете бардым. Түнде халіңізді көрдім де аяп кеттім. Әйтпесе үйге еркек әкеп қондырар жағдайым жоқ екен, өзіңіз көрдіңіз. Таң атпастан қуды деп айыпқа бұйыра көрмеңіз, деген сөздермен шығарып салды Нағима. Менің қазіргі халім түндегіден де мәз емес, дедім мен кетіп бара жатып. Қандай мағынада айтқанымды Нағима бірден түсінді. Жәрдем ету қолымнан келмейді. Әуел бастағы жоспарым аудандағы басшы мекемелерге кіріп жолыққаннан кейін бүгін малшыларға шығып кету болатын. Енді ол қараң қалды. Күні бойы шиырлап аудан орталығында жүрдім де қойдым. Түстен кейін кітапханаға кірдім. Нағима мұнда кітапханашы болып істейді. Отыр екен. Қасында және бір әйел. Сәлеметсіздер ме деп амандаса келдім. Нағима күлімсіреп, төрлетіңіз, деді. Колхозға шықпадыңыз ба? Ертең шығатын болдым. Осымен әңгімеміз бітті. Бүгін ақыр мұнда қонатын болғаннан кейін түстен кейін барып, қонақ үйден орын алып қойдым. Кешке клубқа, киноға келдім. Адам аздау екен. Залға кірсем, Нағима отыр екен. Дәл бір уәделескен адамдай кездесе кеттік. Қасыңыздағы орын бос па? Деп едім. Бос, деді. Отырдым. Кинодан бірге шықтық. Кешегідей емес. Кеш бүгін мөлдіреп, ай жарқырап тұр. Аспанда ине шаншар бұлт жоқ. Кинодан алған әсерімізді ортаға салып, қатарласып келеміз. Бет алысымыз әлгі кітапхана, Нағиманың үйі. Бүгін қонақ үйде орын бар ма екен? Деді Нағима. Жоқ екен деп айта алмадым. Маған әйтеуір бір орын уәде еткендей болды, дедім. Үйге келіп қалдық. Ал енді қоштасайық, шығарып салғаныңыз үшін үлкен рахмет, деді Нағима. Бүгінгі кеш сондай тамаша екен. Біраз сейілдеп қайтсақ қалай болады? Ұйықтар алдында бой жазып жүру пайдалы деп айтады ғой. Нағима ойланып қалғандай болды. Төңірегіне қарады. Содан соң жарайды, деді. Екеуміз жүре сөйлесіп поселктің шетіне шығып кеттік. Алдымыз жазық дала. Жайылып жүрген тұсаулы аттар қараңдап көрінеді. Қайтадан кейін қарай бұрылдық. Біраз сырлар ақтарылды. Мен өзімнің майданнан жуырда оралғанымды, өмірдің қиыншылығын көп көріп, жетім өскенімді, қазір бойдақ екенімді айттым.
Нағиманың өмірі де кедір бұдырсыз емес екен. Күйеуі осы ауданда бірнеше жыл прокурор болып істепті. Әуелгі кезде ісіне тыңғылықты, беделді екен. Бірақ арақ Әзәзіл кімді жолдан тайғызбаған. Жүре келе ішімдікке салынып, адамшылық қасиеттен жұрдай бола бастапты. Жұрттан пара алатын, мас болып келсе үй ішінің берекесін ұшырататын болыпты. Сөйтіп жүріп қызметінен қуылыпты. Нағиманың онымен отасы алмауына осындай себептер болған. Бірақ екеуі үзілді-кесілді ажырасып кетпепті. Қанша дегенмен мен онымен сүйіп қосылдым. Біраз жыл жолдас болдым, әрі одан балам бар. Сондықтан оны аяйым да, егер ішуден шын тыйылса, аулақ кет демеседім, деген сөздерді айтады Нағима. Нағима, дедім батылдығымның барлығын жиып теріп. Егер сен келісер болсаң, мен сені Алматыға кетер едім. Мені онда апарып не істемексің? Не істеушем? Құсым етіп төріме қойғызып қоям. Жә, ондай сөзді айтып қайтесің. Сен деген әлі гүлің ашылмаған жас жігітсің. Өз жолың бар. Менің өз жолым бар. Саған қарағанда мен бұл мәселеде тәжірибелірек болып қалдым. Сондықтан ешқашанда шұғыл шешім жасамау керек. Мен бәрінде болжап, әбден ойланып, толғанып айтып тұрмын. Сен мендік болсаң, өмір бойына мен сендік. Қой Бекәділ, албырт сөйлеме. Керек десең, біз әлі біріміз аз білеміз. Одан соң менің есейіп қалған балам бар. Оны да ұмытуға болмайды. Балаңды ұмытып тұрған мен жоқпын. Жоқ. Аттың жалы түйенің қомында мен саған жауап бере алмайым. Одан да үйге қайтайық. Бір талай уақыт болып кетті. Түнде жөндеп ұйықтай алмадым. Қош. Екеуміз қош айтыстық. Ілгері аттап жүре алсамшы, жүре алмайым. Кежегем кейін тартып бастырмайды. Артында құлыны қалған бие тәріздімін. Қонақ үйдің іргесіне келіп, қайта қайттым. Кітапхана мен бұл екі ара бір қауым жер. Түн ортасы болып қалған. Тағы да кітапханаға келдім. Терезеде жарық жоқ. Жатып қалса керек. Оятуға бата алмай бір қауым тұрдым. Ізіммен кейін қайттым. Қонақ үйге қайта келдім. Енді мұндағылар жатып қалыпты. Егер ел жатқанша келмесем, онда келмегенім. Маған деген төсекті басқа адамға бере беруіңізге бола ма деп кеткен едім. Ол төсекте қазір сөз жоқ, тырайып басқа біреу ұйықтап жатыр. Көшеде тырс еткен бір жан жоқ. Міне, мен тағы да кітапханаға келе жатырмын. Қалайда енді Нағиманың есігін қағып оятпақшымын. Енді менің басқа барып қонар жерімде жоқ. Верандаға көтеріліп келе жатырмын. Аяғымды ұшынан басам. Жүрегім лүп-лүп. Тынысым тоқтап қалып, қайта ашылғандай болады. Бесауыт жүре қалған біреу байқап қоймайды. Батылым жетпей бір сағаттай тұрдым. Аяғым талды. Қолымды есікке 10 рет апарып, 10 рет қайта алдым. Сонау шеттен тауықтың шақырған даусы естілді. Таңғы тауық па немене? Жүрексіздігім үшін өзімді жерден алып, жерге салып сөге бастадым. Қайрадым. Соның арқасында мінеки тық-тық етіп қақтым есікті. Үн жоқ. Сәл тоқтап қайта қақтым. Әлгіден гөрі қаттырақ. Бұл кім? Деген өзіме таныс дауыс естілді. Мен. Әйел даусы жым болды. Мен де үндемедім. Әлгіден басқа ешқандай дыбыс жоқ. Тағы қақтым тықылдатып. Тағы тостым. Әлден уақыттан кейін табалдырықтың түбіне жұмсақ басып келген аяқ дыбысын естідім. Сіз неге келдіңіз? Бағана сенімен сөйлескен Нағима енді сізге көшіп тұр. Кешір Нағыш. Қонақ үйдегілер жатып қалыпты. Маған орын қалдырмапты. Есіктің ол ар жағында, мен бер жағында тым-тырыспыз. Сіз әлі тұрсыз ба? Тұрмын. Ілгешек темір ақырын сылдыр ете қалды. Содан соң жаймен ашыла берді. Бекәділ, мұныңыз қалай? Беймезгіл уақытта мен жауап беру орнына бойынан жып-жылы төсек иісі бұрқыраған Нағиманы құшырлана құшақтап қаттым да қалдым.